Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге чизкейк дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған 700 грамм креметімізді ыдысымызға салып, 200 грамм қантымызды қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырамыз. 4 дана жұмыртқамызды біртіндеп қосып, миксермен араластырамыз. Лимон қабығын үккіштен өткізіп бір ас қасықтай қосамыз. 200 грамм клейгейімізді қосып, миксермен араластырып аламыз. 10 грамм ұнымызды қосып, 20 грамм кукуруз крахмалын қосып, миксермен араластырамыз. Дайын болған массамызды лопатканың көмегімен төменнен жоғары қарай араластырып, видеода көрсетілгендей пергаментті орналастырып, массамызды пешімізде 200 градуста 50 минуттай пісіреміз. Достар, біздің чизкейгіміз дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.